Баланың бесігі. Әулиелеріміз жазып қалдырған дерек бойынша, ең алғаш бесікті ата-бабаларымыз баланы жұбату үшін қасиетті тобылғы ағашынан иіп жасапты. Сол кезеңдерден бастап, домбыра, қамшымен бірге баланың бесігі қазақ шаңырағының қасиеті, құты саналып, көшіп қонғанда, тіпті жаугершілік заманда да көштен қалдырмай өздерімен бірге алып жүрген. Баланың бесігі кең дүниенің есігі деп Төле би атамыз айтқандай, ана құрсағынан енді жарық дүниеге шыққан нәрестенің үлкен әлемге, яғни сыртқы ортаға бесік арқылы бейімдеудің көптеген артықшылықтары бар. Өмірге келген алғашқы айларда сәби күнінің 16-18 сағатын ұйқымен өткізеді. Ұйқы кезінде нәрестенің миы қарқынды дамиды, әрі ас қорытуға, ояу кездегі қимыл қозғалысына кеткен энергияның орны толып, жүйкесі демалады. Бесіктің баласы ұйқысы келгенде бесікке бөлінгенде ғана жұбанып ұйықтайды. Өйткені сәби анасының алақанымен сылап сипап, емізіп бесік жырын айтуын күтіп іздейді. Анасының жылуын, мейірім сезе бастағаннан баланың миында өсіп-өнуді иммунитетті басқарып тұрған белсенді заттар, бақыт гормоны қарқынды бөліне бастайды екен. Сәбидің жанының, тәнінің анатомиясын дұрыс дамытатын, ана мен баланың мейірімділік байланысын күшейтетін бесіктен артық бұйымды адамзат әлі ойлап тапқан жоқ.